Ана тілін ұмытқан адам өз халқының өткенінен де болашағынан да қол үзеді. Ғабит Мүсірепов. Тіл салақ сөйлегеннен бұзылады. Тіл елшінің қылышы, Жүсіп баласағұни. Тіл қылыштан да өткір. Тіл өнері дертпен тең. Абай Құнанбаев. Бұл дәуірде өз тілін, әдебиетін білмеген, қадірлемеген адам толық мәнді интеллигент емес деуге де болады. Себебі ол қандайлық мамандық білімі болса да, рухани ой тәрбиесінде сыңаржақ азамат болады. Мұхтар Әуезов. Ана тілім менің. Сен маған ризасың ба? Білмеймін. Бірақ менің тілегім де сенсің. Сені мақтан етем. Расул Ғамзатов. Егер тілім ертең болса құрымақ, мен дайынмын өлуге де бүгін-ақ. Расул Ғамзатов. Қазақтың тілі соншалықты мол. Ләкин қазақтың тіліменен қандай кітап болса да жазуға болады. Қазақ тілі мұншалықты жатық, әм анық болар еді, егер де біздің қазақтар аңғарып, бөтен тіл араластырмастан ілгері бастырып сөйлесе. Ыбырай Алтынсарин. Ұлт болудың бір емес, бірнеше шарты бар. Соның ең басты және ең негізгі шарты ұлттық тіл. Қадыр Мырза Әли. Көркем сөз көңіл тілі, жалаң сөз зейін тілі. Ахмет Байтұрсынов. Тілі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады. Ахмет Байтұрсынов. Егер біреумен түсінікті тілде сөйлессең, тіл табыса аласың. Ал оның ана тілінде сөйлер болсаң, ол сені жүрегімен түсінеді. Нельсон Мандела. Ұлттың ең белгілі ерекшеліктерінің бірі, ең құнды негіздерінің бірі тіл. Мен түрік ұлтынанмын дейтін адам бәрінен бұрын және міндетті түрде түрік тілінде сөйлеуі тиіс. Түрік тілінде сөйлемейтін адам өзінің түрік қауымына және түрік мәдениетіне жататынын қаншама қайталаса да, бұған сену дұрыс болмайды. Мұстафа Кәмәл Ататүрік. Қорғанудың ең жақсы тәсілі шабуыл. Олай болса, тіл саласында пайда болған жат нәрселерге шабуыл жасайық. Ағашты бір рет сілкіп байқайық. Қандай шіріктердің түсетінін, қалған бүтіндердің қаншалықты екенін көрейік. Нағыз керектілері және тазалары табылғанша сол түспегендерді біраз іске жаратайық. Уақытша. Мұстафа Кәмәл